Мәңгілік кітап әңгімелері. Қиянат пен аманат. Қазақтың кең байтақ даласында, ну орманмен таласқан терең өзен жағасында, ағаналық қасқыр күшіктеріне нәр беруде. Бақытты шақтар. Қардай аппақ бөрі бөлтіріктерімен бейқам күн кешуде. Бірақ бейқам шақтары ұзаққа созылмады. Анасы қауіп сезеді. Бір топ аңшы қан сонарда қасқырды аулауға аттанады. Ат тұяғы дүбірімен адам исін сезген ана қасқыр күшіктерін қауіпсіз жерге жасыруға әрекет жасайды. Дегенмен аңшылар таяп келеді. Қара бұлттай қауіптен қашалмасын сезген қасқыр балаларын тастап аңшыларға қарай ұмтылады. Именбестен өзіне қарай айбат шегіп ұмтылған қасқырды аңшы ойланбастан атып салады. Қасқыр оқтан тайынар емес. Қайта тұрып тістерін ақсита аңшыға қайта ұмтылмақ болады. Аңшы көздеп тұрып және бір атады. Кең дала қыранының ащы даусымен қиқулап жарыса шапқан аңшылар мінген аттардың дүбірінен теңселгендей. Бірі қасқырға бүркіт салса, екіншісі тазы иттерін айтақтап, енді бірі мылтықтан оқ жаудыруда. Сондайда қамықпай, тажалына қарсы ұмтылған қасқырға таңданған аңшы тағы атады. Үшінші оқ ана қасқырдың дәл жүрегіне тиетіне жер жастана құлайды. Сыңарынан айырылған сезген көкжал қатты қайғырады. Шалғыздықтан мұңын айға шағып шоқтайды. Көз алдарында оқ құшқан анасын көрген бөлтіріктер қорқыныштан бір-бірін паналап жыңғыл арасына жасырынуда. Ана қасқыр көз жұмады. Әлгі қасқыр ұрғаш екен. Жақын маңда күшіктері болу керек. Тауып көзін құртайық дейді бір аңшы. Таптым, қане бәлем, бері кел деп аңшының бірі күшіктерді желкеден алып қапқа салып өзенге лақтырып жіберді. Алақай, ха-ха, алақай! Ой, көмектес! Көмектес! Тоқтай тұр, мен қазір келем! Деп үлкендерді көмекке шақыруға жүгіре жөнелді. Шал болса, не дейді? Деп таңданып өзен жаққа қарай жүгіре жөнелді. Бала ой деп айқайлап жатыр. Адам баласының шошынып жылаған даусын естіген көкжал арлан оқиға орнына келіп, баланы мұз басқан өзеннен суырып алады. Шал ентігіп оқиға орнына келсе, алып арлан баланы өзеннен суырып алған. Шал сонда тоба деп таңданып тұрып қалады.
арлан шалға қарап тісін бір ақситады. Шал балаға тиісе көрме, менің жанымды ал дегендей тымағын шешіп тізерлеп құлайды. Көкжал шалдан көзін алмай қарап, баласын шалдың өзіне қайтарады.